Сәлем достар, қараңдаршы, менде түрлі түсті қағаздар бар. Бүгін біз мына қайшымен қағаздан пішіндер қиып, әдемі сурет жасаймыз. Алдымен қызғылт қағазды алайық. Қайшымен үлкен тік төрт бұрыш қиып аламыз. Міне, бұл тік төрт бұрыш. Ол қызғылт түсті. Тік төрт бұрыштың төрт бұрышы бар. Қане, бірге санайық. 1, 2, 3, 4. Тік төрт бұрыш. Енді үйдің шатырын жасайық. Қызыл қағазды аламыз. Қайшымен 3 бұрыш қиып аламыз. Үш бұрыштың 3 бұрышы бар. 1, 2, 3. Бірге қайталайық. Бұл 3 бұрыш. Көк қағаздан шаршы қиып аламыз. Шаршының 4 қабырғасы бірдей. Және 4 бұрышы бар. Бұл не болды? Дұрыс. Бұл терезе. Қараңдаршы, үй көріне бастады. Енді есік жасайық. Күлгін қағаздан кішкентай тік төрт бұрыш қиып аламыз. Оны үйдің үстіне орналастырамыз. Енді үйіміздің күлгін есігі бар. Керемет! Енді біздің үйімізде шатыр, есік және терезе бар. Тамаша! Енді күн жасайық. Сары қағазды аламыз. Одан дөңгелек қиып аламыз. Бұл дөңгелек. Дөңгелекті жоғары қоямыз. Өйткені күн аспанда болады. Енді күнге сәулелер қосайық. Ол үшін кішкентай үшбұрыштар қиямыз. Барлығын күннің айналасына қоямыз. Қандай әдемі күн болды. Күн жарқырап тұр. Енді аспанға қарайық. Бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Не жетіспейді? Дұрыс, бұлттар. Көк қағазды аламыз. Бұлттарды сопақ пішінде қиып аламыз. Бұл сопақ.
Қане бірге айтайық. Сопақ. Сопақ бұлттарды аспанға қоямыз. Бір, екі, үш. Неткен әдемі аспан. Тағы не жетіспейді? Ағаш. Алдымен ағаштың діңін жасайық. Қоңыр қағаздан ұзын тік төртбұрыш қиып аламыз. Бұл ағаштың діңі. Енді жасыл қағазды аламыз. Одан ромб қиып аламыз. Бұл ромб. Ромбты діңнің үстінен қоямыз. Міне, әдемі ағаш дайын болды. Енді суретімізге қарайық. Қандай пішіндерді көріп тұрмыз? Тік төрт бұрыш, үш бұрыш, тік төрт бұрыш, шаршы, дөңгелек, кішкентай үш бұрыштар, сопақ, ұзын тік төрт бұрыш, және ромб. Жарайсын. Бүгін біз көптеген пішіндерді үйрендік. Келесі видеода тағы бірге ойнап үйренейік. Сау болыңдар.